Йоу, кішкентайымнан бері менің ойымда әке тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без деген сөз. Кішкентайымнан бері сол ойымда жүр. Мен өзім кейде бір зат айтқым келіп, ойыма бірдеңе келген кезде, бір топта отырған немесе адамның өзін айтатын кезде, сол сөз есіме түсіп, мен ылғи ойымдағанын айта алмай қаламын. Мен енді кейде ойыма келеді, неге мен өзіме өзім айтатын ойды ең жақсысы болмай-ақ, ең дұрысы болмай-ақ айтуға неге өзіме рұқсат бермеймін деп ойланатын зат. Ендігі мен осы затты жөндеп, бұл менің психикамның жасап қойған өзінің шаблондары. Мен мынандай кезде былай істесем дұрыс болады, былай істесем болмайды деген сияқты кішкентай кезімнен бері қалыптасып қалған. Енді мен бұны бұзсам, одан кейін өзімнің жаңадан өзімнің шаблондарымды жазсам, өзім өскенімді білдіріп, өз ойымды айта алатындай адам болсам деймін.